Біз Ақмола облысы бойынша соттар әкімшілігінің персоналды басқару бөлімі Ұлы Абай данамыздың 175 жылдығына арналған Ақмола облыстық сотының төрағасы Гүлшат Сарманқұлұлы Әміровтің бастамасымен соттар арасындағы әр сөзінен ұғындырған ұлылық атты Абай бабамыздың даналық сөздерін оқу эстафетасын қолдап, сіздерге өзгеге көңілім тоярсың атты өлеңін сіздердің назарларыңызға жолдаймыз. Өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың, оны айтқанда толғанып іштегі дертті жоярсың. Сайра да зарла қызыл тіл, қара көңілім оянсын, жыласын, көзден жас ақсын, омырауым боялсын. Қара басқан қаңғыған, қасынадан мені ұғалсын. Көкірегінде оты бар, құлағын ойлы ері салсын. Тыңдамаса еш адам, өз жүрегім толғансын. Әр сөзіне қарасын, іштегі дертім қозғалсын. Әуелесін, қалқысын, от жалын боп шалқысын. Шылай, жырлай өлгенде, арттағыға сөз қалсын. Мендей ғаріп кез болса, мойын салсын, ойлансын. Қабыл көрсе сөзіңді, кім таныса, сол алсын. Не пайда бар мыңнадан, сыртын естіп таңдансын. Онадағы бір есті, ішкі сырын аңғарсын. Өздеріңде ойлаңдар, неше түрлі жан барсын. Ғылым да жоқ, не да жоқ, даладағы аңдарсың. Жүрегіңмен тыңдамай, құлағыңмен қатынарсың. Соны көріп соларға қайтып қана саңдарсың. Эстафета кезегін әріптестерімізге жолдаймыз.